Сәлем достар, біз бүгін қатпарлы самса дайындайтын боламыз. Бізге қажет жылы су, тұз және ұн қажет болады. Суды ақырындап бөліп құйып, қамырды илейтін боламыз. Міне қамырды илеп болдым. Енді оны 15 минутқа демалдырып, бетін жауып қоятын боламыз. Енді біз қамырды қайтадан бір илеп, қайтадан бетін жауып қоятын боламыз. Қамырды жақсылап илегеннен кейін біздің қамырымыз өте жақсы жайылатын болады және гладкий болады. Мен қамырды екіге бөліп оқтаумен жайып аламын. Енді мен қамырды жаюға кірістім. Біз қамырды жұқа етіп жайып алатын боламыз оқтаумен. Міне достар, біз қамырды жайып болдық. Енді оның үстіне біз сары майды ерітіп жағатын боламыз. Енді мен қамырды рулет сияқты орайтын боламын. Біз енді қамырды илеп болғаннан кейін оны морозильникке 10-15 минутқа салып қоятын боламыз. Сонда бізде қамыр жақсы жайылатын болады. Міне достар, менде дайын фарш бар. Оған пияз, бұрыш, тұз бәрін қосқанбыз. Менде кабачки қосылған. Міне қамырды морозильниктен шығардым. Енді біз оны осындай кішкентай бөліктерге бөліп алатын боламыз. Осы жерде қамырды жайған кезде ортасын қатты баспаймыз. Жан жағын жұқалау етіп жаюға тырысамыз.
Достар, мен сіздерге әртүрлі самсаның бүгу жолдарын көрсететін боламын. Міне, менде бұл домалақ самса өте әдемі болып шығады піскен кезде. Енді одан кейін тағы да үшбұрышты формада көрсететін боламын. Не достар, барлығын қандай қылып жасасаңыздар да әдемі және дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Мен бұл жерде жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып, осы самсалардың бетіне жағып шығамын. Менде қара күнжіт бар, соны сеуіп шығамын. Сіздерде қандай бар, соны сепсеңіздер болады. Міне достар, пісіп шықты. Қараңыздар, өте әдемі, ыстық, иісі де керемет. Менің отбасыма ұнады. Сіздер де пісіріп, отбастарыңызды қуантыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.